Қазан кебапты қалай дұрыс дайындау керектігін көрсететін боламын. Бізге ең алдымен дәмді халал балғын ет керек. Ал бұл етті біз Дәулет ет дүкенінен аламыз. Етті турап болғаннан кейін 10 минутқа мариновать етіп қоямыз. Ол үшін бізде алдымен тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, приправа для мяса, копченая паприка. Содан кейін барлығын араластырамыз. Қытырлақ болып шығу үшін 30 минут бұрын суға батырып қоясыңдар. Бисмилля. Осындай состояниеға дейін қуырып аламыз. Бисмилля. Етті аз-аздан бір 4-5 кусоктан ғана саламыз. Примерно осындай состояниеға дейін қызартып, қатты отта қуырып аламыз. Енді мына майды төгіп, түбінде кішкентай ғана май қалдырамыз. Бисмилля. Осыншама тек кішкентай ғана май қалдырсақ жетеді. Енді жуаны полукольцамен турап аламыз. Жуамызды сарғайғанша дейін қуырып аламыз. Жуамыз қуырылғаннан кейін етіміздің бәрін осылай бір-бірлеп үстіне қойып шығамыз. Еттен кейін үстінен осылай картошкамызды саламыз. Бисмилля. Картошканы аздап тұздап аламыз. Аздап қана су құямыз. Енді оттың астын жай басып 2 сағатқа бұқтырып қоямыз. Біздің қазан кебап дайын болды. Мен повар Маске табиғатта дәмді тағамдар дайындаймын. Лайк басып тіркеліп қой. Қазан кебаптың үстіне міндетті түрде укроп пен көкжуа себеміз.